Сәлем қыздар, бүгін біз осындай 2 қабатты торт жасап үйренеміз. Қолымнан келгенше жасадым, қатты сөкпеулеріңізді сұраймын. Ең алдымен мискамызға 2 жұмыртқа, шекер, айранымызға содамызды гаситетіп, ұн, какао, разрыхлитель салып аламыз. Бұл торттың корждарын жасау оңай. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап миксерлеп алсамыз болды. Міне қараңыздар, айранды ішіне 1 қасық сода салып, өстіп араластырып аламыз. Енді мискамызға құямыз. Барлығын таразыға өлшеп істеңіздер. Астына рецептін жазып қоямын. Сол рецептпен істесеңіздер, міндетті түрде қолдарыңыздан бір жасағаннан шығады. Бұл массадан бізде 2 корж шығады. Диаметрі 20 см болады. Міне, массамыз осындай қою болу керек. Енді жан-жағындағыларын алып, тағы бір араластырып аламыз. Массамызды таразыға қойып өлшеп алып, теңдей 2-ге бөліп алыңыздар. Сол кезде корждарыңыз бірдей болады. Мен міне таразыға өлшеп алдым. 530 грамдай болды шамамен біреуі. Енді қызып тұрған духовкада 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне зубочистканың немесе спичканың көмегімен осылай тексереміз. Корждарымызды суытып, пакетімізге орап, холодильникке 2-3 сағатқа, болмаса 1 түнге қалдырамыз. Жоғары қабатымыздың корждары дайын. Енді төменгі қабатымыздың корждарын жасайық. Ол үшін жұмыртқаға сгущенкамызды қосамыз. Ішіне ұн, разрыхлитель, сары май саламыз. Молочная девочкаға көбінесе сары майдың дәмі мен сгущенканың дәмі бірінші әсер етеді. Сондықтан сгущенка мен сары майды жақсысын таңдаңыздар. Барлығын таразыға салып, өлшеп жасау керек. Міне, барлығын салып, миксерімізбен араластырып аламыз. Міне осындай сұйық масса пайда болу керек. Пергамент қағаздарымызды дайындап аламыз алдын ала. Менде міне 24 сантиметрлік формаға қысып алдым. Осындай болады. 6 корж шығу керек осыдан. Қамырымызды шет-шетіне қарай тартамыз. Духовкада 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Тортымызды жинаймыз. Тортты жинамас бұрын корждарын жақсылап суытып алу керек. Формамызбен қысып, осылай жинай бастаймыз.
формамыздан шешіп, тортымызды пакетпен орап, холодильникке бір түнге қалдырамыз. Сол кезде тортымызға кремі жақсы сіңеді. Екінші корждарымызды алып, тең ортасынан бөлеміз. Сонда бізде 4 корж шығу керек. Міне подложкасын қараңыздар, ортасын осылай тесеміз. Форманың диаметрі торттың диаметрімен бірдей болу керек. Енді екінші тортымызды жинаймыз. Осылай қойып аламыз. Көрдіңіздер ме, астынан подложка көрінбей тұру керек. Артылған кремді үстіне жан жақтарына жағып шығамыз. Тортымызды пакетпен қаптап, бір түнге холодильникке қалдырамыз. Демалған тортымызды алып, масляный креммен бетін қаптап шығамыз. Морозильникке 1 сағатқа қоямыз. Екінші тортымызды масляный креммен қаптап шығамыз. Егер торттың сырты бір тегіс болғанын қаласаңыздар, тура осы күйінше холодильникке тағы 1-2 сағатқа қойып алып, бір рет қатырып аласыздар, одан кейін қайтадан крем жағасыздар. Егер қалың крем қаламасаңыздар, осы күйінше қалдырсаңыздар болады. Енді тортты қатырамыз. Ол үшін біз ағаштың сушидің таяқшаларын қолданамыз. Тортқа бататындай етіп, осылай кесіп алып, 4 жағына кіргізіп шығамыз. Бұл бізге жоғарғы тортты ұстау үшін керек. Осылай тортқа бүкіл жері батып тұру керек. Енді кремнің көмегімен жауып қоямыз. Тортты қалауымыз бойынша сәндеп шығамыз. Мен осылай көк красителінің көмегімен тортты бояп шықтым.
Енді морозильниктен алған тортымызды алып, ақырындап осылай қоямыз. Тура ортасына қоюға тырысамыз. Енді ұзын таяқшамызды алып, торттың ортасына кіргіземіз. Сол кезде торт мүлдем қимылдамай тұрады. Креммен жай ғана жауып қоямыз. Сәл ғана тегістеп жібереміз. Қосылған жерлерді креммен жауып жібереміз. Енді қалауымыз бойынша оформление жасап шығамыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басып, пікір қалдырсаңыз, өте қуанышты боламын. Сіздермен болған Маржан. Келесі кездескенше.